Әрбір жасампазға шығармашылықпен айналысу үшін қолайлы жағдай қажет. Қиындықтар мен кедергілерсіз болған уақыт оларды биікке жетелейді. Сұранып кете берсең болады, мен өзім реттей саламын. Жоқ, мұны не керек? Бірақ бізде мына жерде жұмыс көп қой, бітіру керек. Дұрыс айтасың. Әсіресе шай ішу дегендей. Бірақ табиғаттың еш өзгермес қасиеті бар. Қатыгез уақыт ағынында қайтарымсыз өзгеріске ұшырау. Бөлінгенді бір жейді дейді. Бірліктің жоқтығы ең жарық жұлдыздың да шамын сөндіре алады. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, Тоқтар? Сәлеметсіз. Кездесуге ыңғайлы жер таңдадық қой деймін, да? Дұрыс айтасыз. Мен ғой, ең болмаса тіршіліктің қамын жасап жүрмін. Сіз сияқты жалқауланып жүргем жоқ. Қаласаңыз бәстесейік. Біз қаласа алатын боламыз. Сіз емес, керісінше сізбен мен бәстескім келеді. Біз тұтастай бір қаланы тұрғызатын боламыз. Керемет. Онда бұлай келсек. Егер қала салсақ, сіз жеңесіз. Ал егер де мемлекет салсақ, бәріміз жеңеміз. Келістік. Жасампаздықтың ерекшелігі тек бірегейлікте емес, рухтың мықтылығы мен өз жолына деген адалдықта. Түрлі жағдайлар мен өзгерістерге қарамастан, қиындықтарға қарсы аяққа тік тұру нағыз жасампаздыққа тиесілі қасиет. Өйткені жаңа заманда бағындырар жаңа белестер мен қиын тапсырмалар бар. Тәуелсіздікке қол жеткізіп қана адам теңдесі жоқ туындылар жасай алады. Ал достым, бір кездері тігілген екі бәстің екеуі де жеңіске жеткен сияқты ма қалай? Бірақ алда әлде жұмыстар көп. Ал біз қартайып барамыз. Ол сен қартайып бара жатқан, ал мен әлі жаспын. Онда жастарға ақыл үйрететін кезің келген шығар. Ал енді оған қарсылығым жоқ.